Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз видеомызда мидың қабілетін арттыруға және де миға ең пайдалы өнімдерді тәркілейтін боламыз. Егер сіздің жұмысыңыз ми ойлау қабілетін күштірек талап ететін болса, онда бұл видео сіз үшін. Миға пайдалы 7 өнім. Ол қандай өнімдер? Бірінші өнім жаңғақ, яғни грек жаңғағы, ең простой жаңғақтардың бірі. Ол жаңғақ өте танымал, жалпы өзі миға ұқсаған, өздеріңіздер білесіздер, түрін былай алып көрсеңіздер, миға ұқсайды. Бұл именно жаңғақтың құрамындағы витаминдер, антиоксиданттар мидың қабілетін жақсартуға және де мидың қабілетін арттыруға арналған болып табылады. Құрамында омега-3 деген білетін боларсыздар. Омега-3 баяғыда именно омега-3-тен бөлек-бөлек сатылушы еді. Бірақ именно қазір жаңғақтың құрамындағы омега-3 бар екенін екінің бірі біле бермейді. Сол үшін омега-3 құрамында болғандықтан мидың жақсарту қабілетін, яғни мидың есте сақтау қабілетін және де оттегімен қамтамасыз ететін жалғыз өнім болып табылады. Сол үшін күнделікті рационға жаңғақ, яғни жаңғақты көбірек жеу керек. Килограмдап емес, бір күніне бір 3-4 жаңғақ жетсеңіз, бірақ күніге 3-4 жаңғақ күніге жейтін болсаңыз, онда ойлау қабілетіңіз артатын болады. Екінші өнім мүкжидек деп аталады. Оны өздеріңіз клюква деп білесіздер. Қып-қызыл клюква жеміс болып табылады. Жалпы бұның құрамында ең көп витаминдерге бай болып табылады. Бұл клюква не үшін керек, яғни мүкжидек дейміз ғой, не үшін керек болады? Бұл именно ми клеткаларын қайттан жаңартады. Яғни ол дегеніміз өліп қалған именно мидың клеткалары қайттан тірілу, яғни қайттан жаңарту үшін осы клюкваны кем дегенде 100 граммнан күніге жеп тұру керек. Егер 100 граммнан жейтіндей мүмкіншілігіңіз болмаса, ол основном орманды жерлерде өсетін болғандықтан, хотя бы клюквадан болған варенье немесе компоттарды алып ішсеңізде болады. Вот именно сол мидағы нейрондарды, нейрон дейміз ғой, әрбір клеткаларда нейрондардан тұрады, сол нейрондарды қайтадан жақсы бір-біріне байланыстырады. Яғни нейрондар бір-бірімен байланысқан кезде ми ауруларын алдын алатын болады. Сол үшін клюкваны көбірек жеген дұрыс. Барынша, мүмкіншілік барынша дегенім ғой. Үшінші өнім өздеріңізге таныс асқабақ дәндері болып табылады. Асқабақ дәндері біріншіден темір, мырыш, яғни мырыш дегеніміз цинк, сондай именно темір, мырыш және де минералдардан тұрады. Көбінесе мырышты, яғни цинк дейміз ғой, ер кісілердің витамині деп жатады. Шаш өскенде де мырыш керек, яғни цинк керек, тырнақ өспей қалса да көздің көрмеуіне де. Ал сол мырыш, яғни осы асқабақ дәнінің құрамындағы мырыш 70% асқабақтың дәні мырыштан тұрады, яғни цинктан болды. Сол кезде мынау ми ойлау қабілетін арттырады, яғни эрудиция дейміз ғой, ойлау қабілеті және де адамның былай айтқанда фантазиясын күшейтеді. Егер сіздің жұмысыңыз фантазияны көбірек, импровизацияны көбірек қалайтын болса, онда асқабақ дәнін күніге жеуге болады. Асқабақ дәні қазір табу проблема емес. Әр магазинде семечка сататын жерде сатып отырады, мынандай пакетиктерде өзіңіз білесіз. Соны көбірек жеген жақсы, және де асқабақтың дәні өздеріңіз білетіндей іштегі құртты да жақсы түсіретін болады. Сол себепті асқабақтың дәнін өзіңіздің рационыңызға қосатын болсаңыз, біріншіден мидың ойлау қабілетін арттырасыз, екіншіден ішіңіздегі құрттарды шығуына да әсерін беретін болады. Сол үшін көбірек асқабақ дәндерін көбірек пайдаланыңыздар, әсіресе балаларға да көбірек берсеңіздер болады. Төртінші өнім барлығыңызға кең танымал, былай айтқанда жұмыртқаның сарысы болып табылады, жылток дейміз ғой. Жұмыртқаның сарысында ең былай айтқанда ерекше зат бар, холин деп аталады. Холин. Бұл холин, именно холин деген өнім, ішіндегі құрамындағы витамин, зат дейміз ғой, былай айтқанда өнім, сол мидың ауруына алдын алады. Ол қандай ауруды? Альцгеймер деген ауру бар. Естіген болсаңыздар, яғни үлкен кісілер жастары келіп 60, 70, 80-ге таяған кезде естерінен
көбінесе шығып кетеді. Ми аурудың ең қауіптісі Альцгеймер болып табылады. Оған көптен көп қариялар, кісілер ұшырап жатады. Не жегенін де білмейді, дәретке шыққанын да білмейді, ештеңені білмейді. Сол себепті Альцгеймер деген осы аурудың алдын алатын жұмыртқаның сарысы. Жұмыртқаның сарысы именно отдельно, егер күнделікті рационға, особенно таңғы асқа көбірек қосатын болса, үлкен кісілерде, жас балаларда, сол именно Альцгеймер ауруын және де көптеген ми ауруларын алдын алатын осы жұмыртқаның сарысының құрамында болған холин деген затта болып табылады ағайын. Бесінші өнім көкжидек деп атаймыз. Яғни орысша айтқанда көбінесе білмейтін шығар, голубика деп аталады. Голубика, өздеріңіз білесіздер, миға барлық витаминдерден бөлек тағы бір ең маңызды нәрсе не керек? Яғни кислород, оттегі керек. Вот сол оттегінің 90%-ын миға алып келетін, яғни оттегімен қамтамасыз ететін осы голубика, яғни көкжидек жемісі болып өтеді. Ол енді көбінесе ол да таулы жақтарда, мысалы үшін тоғайлы, орманды жерлерде көп өсетін болады. Егер көз жүгіртсеңіздер, базарларда орыс апамдар дейміз ғой, үлкен әжелер сатып отыратын болады. Ормандарға көп баратын кісілерден сұрасаңыздар, сол 1-2 килограмм болса да жетеді сіздерге, оны күндеге көп жеудің қажеті жоқ. Голубиканы көбінде шикідей емес, кішкене шайға қосып жеген дұрыс. Өйткені голубиканың давлениені түсіретін қабілеті бар. Егер сіздің давлениеңіз мысалы үшін төмен болатын болса, голубиканы сізге болмайды. Өйткені давлениені түсіріп жүреді. Егер сіздің давлениеңіз сіздің жоғары болатын болса, онда кішкене содан сақтанып, басқа да бір жеміс-жидектер жесеңіз болады. Сол үшін, егер оттегімен көбірек қамтамасыз етем десеңіздер, бірақ давлениеңізмен ешқандай проблемаңыз болмайтын болса, онда көкжидекті осы голубиканы жегеніңіз дұрыс болады сізге. Алтыншы өнім авокадо деп аталады. Авокадо бұрын бізде болмаған, көбінесе жыл жақында шыққан дүние ғой. Яғни фрукта, ол тропикалық жақтарда өсетін. Бірақ қазіргі таңда әрбір базарда, әрбір супермаркеттерде көріп жатамыз авокадо. Бірақ авокадо ол миға деген таптырмас дүние. Яғни витаминдердің құрамынан көрсеңіз өте бай антиоксиданттар. Көбінесе, егер сіз стресске, немесе депрессияға, күйзеліске көбірек ұшырайтын болсаңыз, авокадоны хотя бы аптасына 2-ақ рет жесеңіз болады. Авокадоны қалай жеуді мен сізге үйретпеймін, өзіңіз жақсы білесіз, бірақ авокадоны сол аптасына, хотя бы аптасына 2 рет жеп тұрсаңыз өте күшті болады. Өйткені стресс кезінде пайда болатын аурулардың алдын алады. Стресс кезінде қандай аурулар пайда болады? Барлық аурулар стресстен болып келеді. Сол себепті стрессті азайтатын болсаңыз, не болады? Алдағы әртүрлі аурулардан өзіңіздің яғни денсаулығыңызды қорғап отыратын боласыз ағайын. Жетінші өнім және ең соңғы өнім, миға ең керекті табылмас дүние жалпы қара шоколад болады. Қара шоколад, өздеріңіз білесіздер, барлық жерде бар, бірақ қандай қара шоколад? Арасында карамель қосылған, немесе иристен тұратын және басқа бір қоспалардан емес, қара шоколад өзі отдельно, өзіміздің Қазақстан шоколады да болады. Кішкене қара шоколад болғаннан кейін арасында қоспасы болмау керек та, жаңғақ дейтіндей мысалға, или мейізба, изюм қосылған керек емес. Өйткені ол шоколадтың құрамын бұзады, былай айтқанда. Шоколадтың құрамында ең басты өнім, яғни зат, ол кофеин болады. Кофеин не үшін керек? Өздеріңіз білесіздер, қазір энергетикалық сусындар көбейіп кетті. Солардың былай составына, яғни құрамына бір көз жүгіртсеңіз болайынан, не көрген? Көбінесе 60-70% кофеиннен тұрады. Сол үшін сізге энергия береді, күш-қуат береді, ұйқыңыздан айырады. Сол себепті кофеин, бұның ішінде табиғи кофеин болғандықтан, ешқандай қоспасыз кофеин болғандықтан, сіздің миыңызға, яғни кислородпен, оттегімен бір кислородпен қамтамасыз. Екіншіден, миыңыздың қан айналымын жақсартады. Үшіншіден, миыңыздың клеткаларын дамытады. Егер сіз есте сақтау қабілеті күннен күнге нашар болып баратқанын сезінсеңіз, қара шоколадты көбірек қосқаныңыз дұрыс рационға. Енді ол
алып кетер қымбат дүние емес қой. Мысалға хотя бы бір плитканы алып қойсаңыз өзіңізге, жеке былай холодильникке салып қоятын болсаңыз, соны алып күнделікті шаймен қосып ішсеңіз де, 2-3 түйірден ішсеңіз де, сізге соны пайда ғой. Негізі әртүрлі баттар ішкенше сол қара шоколадты қосымша жеген дұрыс ағайын. Сонда ойлау қабілеті де миға мынау именно оттегінің тасымалы да өте күшейтін болады. Сол себепті қара шоколадты көбірек жеңіздер. Тыңдаңыз. Әркім өз денсаулығына өзі жауап береді. Әркімнің мынау рационы, тамақтану рационы әр бөлек. Егер сіз өзіңіздің денсаулығыңызға қарап, денсаулығыңызға мынау именно пайдалы заттарды көбірек жесеңіздер, немесе мынау миға пайдалы көбірек рационыңызға қосатын болсаңыздар, мен айтып кеткен осы 7 өнімнің ең болмағанда хотя бы 2-еуін де қоссаңыздар, нұр үстіне нұр болады. Өйткені барлық бәле сол мидан витамин жетіспегендіктен, оттегі жетіспегендіктен болып табылады. Сол үшін рациондарыңызды қосуды мен сіздерге кеңес беремін. Сіздермен болған доктор Шерхан, үй ішеріңіз аманшылық, қош сау болыңыздар.